Сәлем достар, бүгін біз сіздермен майсөк дайындайтын боламыз. Ең алдымен бізге қуырылған тары, содан соң қант және де бөлме температурасындағы ерітілген май қажет болады. Ең алдымен біз тарымызды ыстық суға жақсылап жуып алатын боламыз. Тарыны жуған кезде бірінші суларыңыз сіздердің қара болып шығады. Бізге суымыз таза болғанға дейін 3-4 рет қайталап жуу қажет болады міндетті түрде. Достар, егер маған тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде төмендегі подписаться батырмасын басып, маған тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Және де менімен бірге болып, видеомды соңына дейін қарауларыңызды сұраймын. Мінекей достар, бізде суымыз осындай түсте болып шығады. Енді біз қазір суымыз тазаланғанға дейін 3-4 рет қайталап жуатын боламыз. Мінекей қыздар, біз тарымыздың барлығын жуып, жақсылап дайындап алдық. Енді үстіне қайнатылған ыстық сүтті құйып, 20 минутқа бұқтырып қоятын боламыз. Осылай бетіне крышканы жауып қойып 20 минутқа қалдырамыз. Содан соң, уақыт болғаннан соң, міндетті түрде салфеткаға немесе сүлгінің бетіне тарыларымызды осылай шашып, 40 минутқа кептіріп аламыз. Негізінде әркімде әрқандай уақыт кетуі мүмкін. Кейбір кісілерде 1 сағат немесе 50 минуттай уақыт кетеді. Сондықтан да өздеріңіздің ыңғайларыңызға қарап уақытын қойсаңыздар болады. Үстіне сеуіп болғаннан соң, осылай жан-жағына қарай шашыратып, біркелкі етіп қойып дайындап аламыз. Содан соң, өздеріңіздің белгілеген уақыттарыңызға бетін сүлгімен жауып қалдырып қойыңыздар. Мінекей қыздар, менде 40 минут уақыт өтті. 40 минуттың ішінде менің тарыларым жақсылап кеуіп, дайын болып шықты. Енді майсөкті дайындауға ары қарай кірісеміз. Мінекей, енді осының үстіне, дайын болып тұрған тарымыздың үстіне өлшеніп алған қантымызды саламыз. Және де бөлме температурасындағы ерітіліп тұрған сары майымызды қосып, барлығын біркелкі масса болғанға дейін араластырамыз. Біздің майсөгіміз толығымен дайын болып шықты. Енді
дастарханға әдемі етіп қою үшін біз кесемізге жақсылап ішіне толтырып салып, үстінен қатты қасықпен басып, содан соң тарелкамызға терісінен аударып қоямыз. Сол кезде сіздердің ұсынған масюктеріңіз әдемі болып көрінеді және де өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Мінекей қыздар, біздің дайын болған майсүйегіміз өте әдемі және де дәмді болып шықты. Барлықтарыңызға да жасап көруге кеңес беремін. Мені толығына дейін тыңдап көргендеріңіз үшін рахмет және де ас болсын барлықтарыңызға. Сау болыңыздар.